Сәлем достар. Тырнақтағы ақ дақтар шығу себебі мен емдеу жолдары. Мені жоғалталмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Тырнақтағы дақтар организмдегі кейбір бұзылудың көрсеткіші. Егер де тырнағыңызға ақ нүктелер пайда бола бастаса, не істеу керек? Тырнақтағы ақ дақтар тырнақтың кератоза және аномальды кератинизация нәтижесінде пайда болады. Тырнақтың қабыршықтарындағы қатпарлар арасында тырнақтың ажырауына алып келетін ауа көпіршіктері түзіледі. Тырнақтағы ақ нүктелердің пайда болуына әсер ететін себептер. Ақ түсті нүктелер көптеген себептерге байланысты пайда болуы мүмкін. Алайда ол әрқашан ағзадағы мәселенің барының көрсеткіші. Негізгі факторларды қарастырайық. Дәрумендердің жетіспеуінен. Диетаны көп ұстанатын немесе нашар тамақтанатын адамдар әртүрлі қалыптағы және өлшемдегі ақ нүктелерді байқауға болады. Бұл адам ағзасында темірдің А, С және Е сияқты дәрумендердің жетіспеуі болып табылады. Ақ уыздың жетіспеуінен. Бұл жағдайда ақау тік сызықша сияқты болып пайда болады. Осы кезде тырнақтар жұқа болып, шаш жиі түсіп және иммунитет нашарлай бастайды. Бүйрек ауруларынан. Егер де ақ дақтар тырнақтың төменгі бөлігінде орналасатын болса, онда бұл бүйрек ауруларының көрсеткіші болып табылады. Күйзеліс. Күйзеліс бізді әр қадамымызда күтіп тұр. Егер ақ түсті нүктелер күйзеліс кезінде пайда болса, онда себепші осы фактор болып табылады. Ішкі органдардың басқа да ауруларынан. Нақты себепті арнайы маманның кеңесінен өткен соң ғана ала аласыз. Ол асқазанның және жүрек қан тамырларының да қызметінің бұзылуынан пайда болуы да мүмкін. Тырнақтағы ақ дақтардың пайда болмауының алдын алу және емдеу. Дұрыс диета, толық демалу, денсаулық кепілі. Енді емдеуге келетін болсақ, біріншіден, ең алдымен сіз дәрігердің көмегіне жүгініп, нақты себебін анықтап алыңыз. Диагноздан тәуелсіз дәрумендерді қабылдаған жөн. Егер де ақ дақтар инфекцияның нәтижесі болып табылса, онда емдеу арнайы мазь көмегімен іске асырылады және тек қана дерматологтың ұсынысымен. Егер де жарақаттың әсерінен пайда болған болса, онда кастор майын қолданыңыз. Дәріханалардан арнайы дәрілік кремдерді табуға да болады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.